1971 жылы Ұзынағаш колхозы жанынан 140 орындық 6 топқа арналған «Звездочка» атауымен балабақша алғашқы кішкентай бөбектерге есігін айқара ашты. Алғашқы ашылған балабақшаның басшылығын 1971-1977 жылға дейін әр пендеге бұйырмайтын Алла тағала күш-қуат, ұзақ ғұмыр берген, бұл күнде көзі тірі 103 жасқа келген Шестопалова Анна Назаровна атқарды. Ал 1977-1986 жылдар аралығында ауданымызға танымал, білікті маман Талғарова Мария Жұмаділқызы меңгерушілік қызметті әрі қарай жалғастырды. 1986 жылдан бастап 1997 жылға дейін бөбекжайдың дәрежесі жоғары бағаланып, ауданымыздағы алғы шептегі шығармашылық ізденіске ие бірден-бір мектепке дейінгі ұйым қатарында болуына өз үлесін қосқан білікті басшы Адилова Гүлнар Әлдебекқызы болды. 1997 жылға дейін өз мәртебесін жоғалтпай келген бөбекжайды 1998-2018 жылдар аралығында Имандосова Фарида Имандосқызы меңгерушілік қызметін атқарды. Балалардың жан-жақты дамуына жағдай жасалып, бөбекжайдың материалдық базасы толығымен қайта жабдықталды. Ұжымның шығармашылықпен жұмыс жасау нәтижесінде осы жылдарда көптеген жетістіктерге жетіп, ата-аналардың зор сеніміне ие болды. Атап айтқанда, 2009 жылы аудандық үздік балабақша 2009 байқауының 2-ші орын, 2010 жылы облыстық үздік балабақша 2010 байқауының 2-ші орын, 2015 жылы облыстық үздік балабақша 2015 байқауының 2-ші орнына ие болды. 2015-2016 оқу жылында мекеме мемлекеттік аттестаттаудан сәтті өтті. 2015 жылы балабақшаның ауласын күрделі жөндеуден өткізіп, абаттандырылды. Осы жылы ойын алаңдары қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілді. 2017 жылы жылдың үздік мектепке дейінгі ұйымы, 2017 жылы үздік үлескі 2017 байқауынан 3-ші орын иеленді. Республика көлемінде 2017-2018 оқу жылы әліппе оқулығы апробациядан өткізілді. Әліппе ғылым анасы, әліппеден басталған даналықтың данасы. Дәл осы өлеңмен бәріміз қарып танып, білім әлеміне алғаш аяқ басқанбыз. Дәл қазір біз бірге бейнематериалдан көріп тамашалаймыз. Алматы облысының әр ауданынан жиналған мектепалды даярлық тобының мұғалімдері Жамбыл ауданы Ұлан балабақшасында өтетін әліппе сабағына қатысып, тәжірибе алмасуға келе жатыр. 2019 жылы мектепалды дайындық сыныптарына бірыңғай оқу бағдарламасы енгізілмек. Біздің осы институтқа келген тыңдаушыларымыз практика барысында Жамбыл аудандық Ұлан балабақшасына келіп, өздерінің тәжірибелерін толықтырып жүр. 2018 жылдан бастап бүгінгі күні заман талабына сай алға қарай ілгерілеп келе жатқан бөбекжайды Смағұлова Бақтыгүл Бейсенбайқызы басқарып келеді. Қазіргі балалар белсенді ақпараттандыру, компьютерлендіру және робот жасау дәуірінде өмір сүруде. Жаңа технологияларға сүйене отырып, баланың бойындағы шығармашылық, танымдық қабілетін дамытуға мүмкіндік жасау мақсатында ауданымызда тұңғыш рет робототехника мен интеллектум балабақша оқу әдістемелік кешенінің ойын құралдарымен қамтамасыз етілген. Осындай жетістіктері мен шығармашылыққа толы ұжымға бүгінгі 50 жылдық мерейтойларымен құттықтай отырып, болашақ ұрпақты жан-жақты тәрбиелеуде толағай табыстар мен жетістіктер тілейміз.